айына 78 сағат па ұшқан екен, тек қана. Бір айда? Бір айда. Сондай бір жағдайлар болады. Әрине, көп жұмыс жасайды. Димаштың ең бір біздің уайымдайтын тұсымыз, ол көп жұмыс жасайды. Оның концерттік шығарма түсірілімдері өте көп. Әрбір концертке шығып, бір 5 минуттық ән айту үшін әнші мықты дайындалады. Ол ұзақ уақыт сол материалды, музыкалық материалды жаңағы талдап, оны жаттап, оқып, оны студиялық жұмыстар, оркестрлармен, жаңағы музыканттармен, бэндпен жұмыс жасайды. Сол 5 минуттық шығарманы сахнаға, халықтың алдына алып шығу үшін ол бірнеше ай жұмыс жасайды. Оның арасында ұйқысыз түндері бар. Оның арасында ел мен елдің арасында ұшатын жаңағы сапары бар ұшақтағы. Уақытымен тамақ ішпей қалады. Уақытымен демалмайды, кішкене бір сәл ұйқысы режиммен түнде ұйықтап, күнді жұмыс істейтін жаңағы жағдайлар болса екен дейміз. Оның барлығы музыкант үшін өте бір арман ғой, шын мәнінде жақсылап жұмыс жасайтын адамдар үшін. Димашқа да жетіспейтіні сол демалыс, дұрыс ұйқы, уақытылы тамағы. Үнемі басында ол бір нәрсені ойлап жүреді.